Өте дәмді, жұмсақ әрі оңай дайындалатын печеньенің рецебімен бөлісемін. Ыдысқа бөлме температурасындағы сары май, сұйық май, жұмыртқа, ванилин салып араластырамын. Келесі енді кукурузды крахмал мен сахарный пудраны салып былғаймын. Келесі ұн салып жұмсақ қамыр илеймін. Дайын болған жұмсақ қамырды теңдей етіп екі бөлікке бөлемін. Енді осы қамырымыздың бір бөлігіне кукурузды крахмал салып араластырамыз, целлофан кигізіп, холодильникке 30 минутқа қоямыз. Келесі енді қамырымыздың екінші бөлігіне какао салып араластырып, целлофан кигізіп, оны да морозилькеге 30 минутқа қоямыз. Холодильниктен тестімізді алып, пергамент қағазын төсеп, үстіне қамырымызды целлофанмен жауып, оқтаумен илейміз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін дөңгелек формамен кесіп шығамын. Екінші тестімізде дәл осылай жайып шығамын. Енді осы кескен дөңгелектерімізді алма-кезек видеода көрсетілгендей етіп қойып шығамын. Енді осыны целлофан қағазына орап, морозилькеге 1 сағатқа қоямыз. Менде морозилькте 1,5 сағаттай уақыт тұрды. Енді осыны қиғаштау етіп кесіп шығатын боламын. Печеньелеріміз жұқа етіп кесеміз, қатты қалың қылудың қажеті жоқ. Печеньелерді формаға салып, 180 градуста 15-16 минутта пісіріп шығамын. Печенье дайын, жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.